Алматы облысында соңғы бір айда діни экстремистік материал жүктеген 3 адам айыппұл арқалады. Әкімшілік жазаға тартылғандар ел территориясында тыйым салынған экстремистік идеологтардың аудио-видео лекцияларын сақтаған. Сот шешімімен тыйым салынған діни экстремистік ұйымдар, уағызшылар, әдебиеттер тізімі Правстат прокурор gov.kz сайтында жарияланған. Мамандар сақ болуға шақырады. Себебі заңда әкімшілік жазамен бірге қылмыстық жауапкершілік те көзделген. Дін істері басқармасының дін саласында мәселе зерттеу орталығы мамандары ВКонтакте әлеуметтік желісіндегі өздерінің жеке парақшасында Назратуллах Абу Мариям, Телмурат Абу Мухаммад, Октам Абу Абдурахман, Абу Ибрахим Башпаев сияқты исламның дәстүрлі емес бағыттағы идеологтарының дәрістерін, аудиоматериалдарын жүктеп таратқан облыстың 3 азаматшасын анықтаған. Бұған дейін аталған азаматшаларға бірнеше мәрте ескерту жасалған, қайталау фактісі анықталып, олардың Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 453 бабының 2 бөлігінде көрсетілген құқық бұзушылықты жасау кінәсі толық дәлелденіп, сот шешіміне сәйкес айыппұл салынды.